Сен естейсің бе? Дала тағы да күрсініп жатыр. Жердің астынан біреулер айқайлап жатқандай. Менің де ішімде сондай бір айқай бар, бірақ оны ешкім естімейді. Кейбір жаралар көзге көрінбейді, бірақ олар адамның ішінде мәңгі қалады. Семей полигонын, жүздеген жарылыс, мыңдаған тағдыр, Роза Мұқановтың «Мәңгілік бала» бейне шығармасы ядролық сынақтардың адам өміріне әкелген қасіреті туралы шығарма. Лайла ол жай ғана бала еді, бірақ оның балалық шағын қорқыныш пен қайғы өзгертті. Бұл шығарма адамзаттың ең ауыр мәселелердің бірі көтеріледі. Ядролық қару зардабы. Менің сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Қыз болам күнәсіз. Негізгі идеясы ол адам өмірінің бәрінен маңызды екенін түсіндіру. Автор адамдарға өткен тарихты ұмытпау керек екенін жеткізеді. Автор ауыр тақырыпты өте әсерлі жеткізген. Бұл шығарма оқырманды бейжай қалдырмайды. Ол бейбіт өмірдің қадірін түсінуге, мейірімді болуға және өткен тарихтан сабақ алуға үйретеді. Мәңгілік бала бейне ұмытылмауы тиіс шығарма. Себебі кейбір балалар ешқашан өспейді. Ғылым мен қарудың дамуы адам өмірінен жоғары болмауы керек. Себебі кез келген жарылыстың артында адам тағдыры тұрады.